Үкімет ауру балаларымызға тиісті тегін тамақты таратпағасын өзге өңірлерден жалынып жүріп сұрауға мәжбүрміз. Осылай деген жамбылдық ата-аналар бүгін облыс әкімдігінің алдында шу шығарды. Айтуларынша созылмалы целиакия ауруымен ауыратын балаларына 2 жылдан бері ұнтақ тағамдар берілмеген. Базынасын білдірген аналарға әкімдік не деп жауап қатты? Шерхан Абзалұлының материалынан көріңіз. Облыс әкім қазір ауысқан екен, хотя бы осы кісі шеше ма деген оймен осы жерге келіп тұрмыз. Соңғы үміт. 2 жылдан бері денсаулық сақтау басқармасы мен әкімдіктің табалдырығын тоздырған ата-аналар бүгін тағы жиналды. Өйткені асқазан жолдар істемейтін мүгедек балаларға арналған арнайы ас биылдай берілмепті. Ал сіз бен біз жейтін бидайдан жасалған тағамдар целиакияға шалдыққан бүлдіршіндердің өміріне қауіпті. Ата-аналар жергілікті биліктен қайыр болмағасын, ұнтақты біріміз сатып алсақ, енді біріміз көрші облыстан артылғанын алдыртып жүрміз деп қынжылады. Без глютеновый, бұл Италиядан алынады, фирма Шер деген. Ал егер басқа тамақ жесе? Басқа тамақ жесе іші өтіп, аллергия шығып, асқазаны раққа айналып кетеді деген. Осы біздің Тараздың бір баласы даже қайтыс болды ғой целиакиядан. Қан кетіп қайтыс болды. 53 баланың ешқайсысы алған жоқ. Бірақ Алматы, Шымкент, Астана, басқа қалалар алып жатыр. Жаңағы 12-ші тармақпен 5-ші, 6-ші баптарымен алып жатыр. Басқарма басшысы тек биыл ғана облыстағы 53 балаға тегін тамақ таратылмаған растайды. Себеп целиакия сирек кездесетін аурулар санатынан сызылып тасталған. Ал қажетті өнімді алдырту үшін 50 миллион теңгеден астам қаржы кетеді. Денсаулық сақтау министрлігінің бұйрығында мына орфандық аурулар, сирек кездесетін аурулардың тізімінде бұл ауру түсіп қалған қазір жоқ. Бірақ енді қазір қайтадан осы бұйрыққа өзгерістер енгізу бойынша жұмыстар жүріп жатыр. Осы жақын арада ол шешімін табады. Қыркүйек айынан бастап қамтамасыз етіп бастаймыз. Бас дәрігері балаларға көмек көрсетуді қыркүйек айынан бастап қолға аламыз деп сендіріп отыр. Ал оған дейін арызданғандар арнайы азықты баяғысынша басқа облыстағы ауру балалары бар ата-аналардан алдыртуға мәжбүр болмақ. Шерхан Абзалұлы, Еуразия бірінші арнасы, Тараз.